10 жылдық тәжірибесі бар дефектолог маман. Осы салада жұмыс жасағаннан кейін менің де бір айтарым бар. Сенситивті кезеңдер деген болады. Сенситивті кезең белгілі бір мидың сондай бір губка сияқты кезеңі, который ол уақытты жіберіп алмау керек. Аутизм данышпандардың ауруы деген сөз бар, я. Тіпті оған дәлел біздің әлемді дүр сілкіндірген Эйнштейн де аутист болған. Аутизм ол ауру емес. Мәссаған, сіз мені таңғалдырып жатсыз. Баланың сөйлеуі үшін не керек? Живой адам керек. Оған сіз қаншама миллиард тұратын ойыншық алып берсеңіз де, қаншама миллион тұратын педагогикалық коррекцияға жіберсеңіз де, ең бірінші адам керек. Жаңалықты шығарасыздар ма? Әрбір нәрсесіне дейін зерттеп шығарыңыздаршы өтініш. Ол аутизмнің айтып отырмын ғой, 500 түрі бар деп ше. Бір аутизм баланы көрсетті да, қаншама аутизм бар балаға ол кесірін тиіп кетті. Сол бір жаңалық бар ғой. Армысыз көрермен, эфирде Шырағың сөнбесін YouTube арнасы және оның жүргізушісі мен Саяжан Құдайберген. Бүгін бізде керемет сұхбат, керемет подкаст болмақ. Себебі бүгінгі біздің подкастымыздың қонағы өте ерекше қонақ. Таныстыра кетейін, Астана қаласында Белес абилитациялық орталығының атқарушы директоры, 10 жылдық тәжірибесі бар дефектолог маман және 4 баланың анасы Айнұр Ерікқызы. Рахмет, сәлеметсіздер ме? Айнұр ханым, қош келдіңіз. Рахмет. Жалпы енді араны суытпай бірден сұрақпен жалғап кетейін. Жалпы Айнұр ханым соңғы жылдары ерекше балалар жайында жиі естиміз. Ерекше балалардың ата-анаға, жалпы ата-аналары ерекше баланы қандай белгілермен таниды? Бірінші сұрақ. Және әрі бұндай диагноздардың көбінесе пайда болуы қандай себептерден пайда болады? Рахмет, алдымен сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Мені осындай подкастқа шақырғаныңыз үшін рахмет айтам, алғысымды айтамын. Қанша дегенмен ойлаймын енді 10 жылдық осы салада жұмыс жасағаннан кейін менің де бір айтарым бар болғаннан кейін шақырған шығарсыздар деп. Алғысым шексіз. Жалпы бұл тақырып ерекше балалар жайлы тақырыптар, оның коррекциясы жайлы тақырыптар бұл тек қана біздің елімізде ғана емес, әлем бойынша халықаралық деңгейдегі өте актуальды тақырыптардың бірі болып тұр қазір. Өте зерттелу керек, сондай бір тақырыптардың бірі, өте актуальды. Енді бұл ерекше екендігіне, ата-ана баланың ерекше екендігін қайдан білуге болады деген сұраққа ең бірінші бір нәрсені айтқым келеді. Әр ана баласына құрсақ біткенін білгеннен кейін туғанға дейін нені білу керек? Хотя бы базалық дағдылардың даму онтогенезін білу керек деп ойлаймын. Ол жақтағы, яғни моторлы даму онтогенез, ол бір төбе, одан бөлек эмоционалды аффективті дамудың онтогенезі, не болмаса сөйлеудің өзінің бір онтогенезі. Бұл доступта бар нәрсе қазір. Қараймын, оқимын, білем деген интерес қойған ата-аналардың барлығы, ол YouTube'дан болсын, қазір әлеуметтік желілердің барлығында ақпараттандырылған заман ғой қазір. Соның барлығын біліп көруге болады. Енді қысқаша себептеріне келсем, сондай бір ред флагтар болады да баланың даму кезеңінде. Онда бір ред флагтарды жіберіп алмау керек болады. Сенситивті кезеңдер деген болады. Сенситивті кезең белгілі бір мидың сондай бір губка сияқты кезеңі, который ол уақытты жіберіп алмау керек. Енді сол бір ред флагтарға ең бірінші ол комплекс оживлениені жатқызғым келеді. Комплекс оживление деген баланың 2-3 айлығында кереуетте жатса, мысалы қарапайым тілде айтқанда, баланың анасы балаға келе жатқан кезде бала анасын көріп, 2 аяғын, 2 қолын сермеуі, қуанғанына, например. То есть белгілі бір объект емес, белгілі бір субъект және оны танитын адам екендігін сезінген кезде бала сондай реакция білдіреді. Это комплекс оживления дейді. Оны көп ата-аналар не істейді, жіберіп алып жатады да, ол болды ма, болмады ма, білмеймін деп. Прям осы қатты важный нәрсе. Одан кейін барып, тағы да қандай ред флагтар бар. Ол мен сізге қазір эмоционалды аффективті жақты айтып жатырмын да. Негізі бар, анамнез кезінде біз сұраймыз андай нелерді. Даму, моторлы даму жағы бойынша. Баланың басын көтеруі қай уақытта болды, бала аунауы қай уақытта болды, тұруы, еңбектеуі, жүруі деген сияқты. Ол енді тоже дамудың онтогенезі, бірақ ол моторлы дамудың онтогенезі. Одан бөлек мынандай бір белгілер болуы мүмкін. Бала кішкентай кезінен бастап,
бір жасқа дейін болсын, бір жастан кейін болсын, белгілі бір затпен қана ойнай алуы. Ол мысалға жұмыртқаобразный нәрсе болуы мүмкін, иә, домалақ немесе сопақ, немесе палкаобразный нәрсе болуы мүмкін. Тек қана бір нәрсемен ғана жүріп ойнап жүруі, ол балаға ата-анасы ойлауы мүмкін, тек осыны ғана жақсы көреді деп. Бірақ дегенмен де ол феномен тождества деген термин бар. Феномен тождества, то есть аутизмнің бір белгісінің бірі. Бұл ред флагты тоже жіберіп алмауымыз керек біз. То есть осындай бір ред флагтарды біле жүрген дұрыс та ата-анаға. И оны керек кезінде өзіне жазып түртіп алса да болады. И дер кезінде егер что-то не то екенін сезінген ата-ана баласының міндетті түрде маманға барып жүгініп бір консультация алып алған дұрыс. Енді бұндай диагноздардың көбінесе не себептен пайда болады? Себеп өте көп. Сізге айтайын. Себеп көп. Мысалы, аутизмнің себебі мынау, немесе мынау деп сізге нақты ешкім айта алмайды қазір. Предположение бар. Ол прививкадан болуы мүмкін деген предположение. Ол ғылыми дәлелденбеген әлі. Предположение бар, белгілі бір ішектің құрылысының бұзылысынан деп. Ол да, опять же, предположение, ол белгілі бір ғылыми дәлелденбеген әлі де, прям точно вот осылай деп. Сондықтан қазіргі күн таңында әр бұзылыстың өзінің бір себебі болады да. Әр баланың бұзылысының себебі болады. Біреуінде мүмкін ол ішектен болсын, біреуінен ол мүмкін прививкадан болуы мүмкін, біреуінен ол мүмкін гаджеттен де болуы мүмкін. Цифровой аутизм. Жақсы, рахмет көп. Жалпы аутизм данышпандардың ауруы деген сөз бар, иә? Тіпті оған дәлел біздің әлемді дүр сілкіндірген Эйнштейн де аутист болған деседі. Енді осы орайда өзіңіз аутизмді қалай түсіндіріп берер едіңіз? Емі бар ма? Сіздің ойыңызша емделу керек пе? Енді қараңыз, ем дегенде емдейтін ештеңе жоқ. Себебі бұл ауру емес. Аутизм ол ауру емес. Бұл состояние дейді, ол бұзылыс дейді, психикалық бұзылыс. Сондықтан оған больше термин келеді, ем емес, оған коррекция деген келеді да. То есть белгілі бір аутизмді коррекция жасайды, яғни әлеуметке бейімдеуге әкеледі. Ол коррекцияның нәтижесі. Енді Эйнштейн дейсіз ба, қоғамда бір мынандай екі пікір қалыптасып кеткенде ата-аналар арасында көбінесе менің балам гений, менің балам аутизм, яғни ол гений болады, ол Эйнштейн болады дейді. Не болмаса екінші бір топ бар, менің балам аутизм, значит, ода интеллектуалды недостаточность, ол ешқандай там қоғамға қосыла алмайды, ертең барып мектепке бара алмайды деген сияқты бір ойлар, пікірлер қалыптасып кеткен. Енді қараңыз, екеуі де мүмкін дұрыс шығар. Бірақ сіз егерде бір аутизмді көрдіңіз ба, аутизм бар баланы, значит, сіз тек қана бір аутизм бар баланы көрдіңіз деген сөзді. И осыны прям ұмытпауымыз керек біз. Себебі әлемде қанша аутизм бар бала бар, сонша аутизм бар деп айтады. Соңғы мәліметтерге соңғы бір ақпарат естіп қалып едім, әлемде 500-ден астам түрі бар деп аутизмнің. Ойлай беріңіз. Сіздің білетін бір аутизм Эйнштейн болса, ол значит сіз біреуін ғана біліңіз деген сөзді. Сондықтан анда идеализировать етіп керегі жоқ та, менің баламда аутизм, значит, ол все тек қана гений болады деген сияқты. Енді аутизмді мен қалай түсіндіргім келеді? Басқа бір бұзылыстардан бөлек бұзылыстардан ерекшеленетін бір симптоматикалардың бірі ол аффективті бұзылыс. Аффективті эмоционалды бұзылыс. Ол бір, екіншіден сапалы коммуникацияға түсе алмау, ол екі. То есть сапалы коммуникацияға түсе алмау деп не нәрседен айтамыз. Мысалға кейбір ата-аналардан сұраған кезде балам пульт алып бер деп сұрайды, немесе пульт керек болған кезде телевизор қосуға пульт сұрайды, немесе тамашқысы келген кезде оны да сұрайды, көрсетеді, ымдап болсын деп айтады да, оны коммуникацияға жатқызады. Немесе жүгірістің өзін, балам менің басқа балалардың артынан жүгіреді деп ойлайды, оны да коммуникацияға жатқызып жатады да. Бірақ өкінішке орай, егерде ол баланы зерттеп келген кезде, ол не совсем коммуникация. Ол өзіне керек, биологиялық өзіне керек нәрсені сұрап тұр да, и то сол моментте ғана ода мотив болып тұр, оған пульт керек, ол пульт керек болған үшін сұрады. Просто саған пульт әкеп берші деген кезде бермейді ол. Понимаете? То есть белгілі бір качество коммуникации теряется, да, и ол аутизмның белгілі бір несі,
симптоматикасы. Және үшінші бір симптоматика, біріншісі аффективті эмоционалды, екіншісі сапалы коммуникация дедім, и үшіншісі ол асинхрония. Асинхронияны мен бір ауыз сөзбен былай түсіндіргім келіп тұр. Белгілі мына бір жолақты алатын болсақ, мына бір сызық, ол норманың сызығы дейікші. Мына бір нүктеде әлеуметтік дағдысы жатса, әлеуметтік дағды деп тұрғанымыз жаңағы біреумен сөйлесе алып кетуі, ойнап кете алу, егер невербальный бала болса. Одан кейін туалетный навык дейміз, өзіне өзі қызмет ете алуы. Одан кейін барып сөйлеуі, и соңында академиялық навыктар, академические навыки дейді ғой, есеп шығаруы, әріп тануы деген сияқты нәрсе. Енді қараңыз, нормада бұл не істейді? Белгілі бір динамикамен төменнен жоғары төменнен жоғары дамиды да. Мысалға, ең бірінші туалетный навык 2 жасында қалыптасады, одан кейін социальный навык дальше больше сөйтіп, ал именно академический навыкқа келгенде бала 5-6 жасында мектепке барғанда бірақ біледі ғой негізінде в норме. Енді бір қызығы, асинхрония болған кезде не болады? Баланың туалетный навыгі ерте қалыптасқанымен социальный навыгі төмен болады. Ал речь, сөйлеу навыгі чуть жоғары, и то эхололичный болғанымен, ал именно академический навыгі жоғарылап кетеді. То есть ол балаға ешкім әріп үйреткен жоқ, ол балаға ешкім ағылшынша үйретпейді, ол балаға ешкім санап үйретпейді. Ол бірақ өзімен өзі ютубтан қарап болсын, біреуден естіген болсын, отырып оқып кетеді өзімен өзі. Вот это вот асинхрония. То есть белгілі бір навыктың төмен түсіп кетіп, а белгілі бір навыктың жоғарылап кетуі асинхрония. Бұл үлкен, көбісі жаңағы айтып отырмын ғой, ата-аналар өзінің баласының гений деп ойлайды, яғни генийлықпен шатастырады да. Менің балам санайды, оқиды, все. Енді оған дейінгі навыктарды қарасақ, бала әлі де дәретханаға бармайды. Мысалы, 5 жасқа келсе де өзінің үлкен дәрет, кіші дәретін сезінбеуі мүмкін. Немесе ешқандай өзімен жасты, өзінен кіші балалармен сөйлесе алмайды. Немесе оларға коммуникацияға, контактқа түсе алмайды. Ата-анасынан өзіне керек нәрселерді сұрай алмайды. Осының барлық төменде тек қана бір нәрсе академический навык қана жоғары. Вот это вот асинхрония аутизмнің бір белгісінің бірі. Мәссаған. Сіз мені таңғалдырып жатсыз. Енді осы орайда тағы бір сұрақ қойғым келіп жатыр. Жалпы балаға ДЦП, эпилепсия, одан кейін зақымданған жүйке жүйесі, аутизм сынды ауыр диагноздарды қате қою қаншалықты дұрыс? Қате қоятын болады ғой, кейде аналарымыз айтып жатады. Менің балама невропатолог қате диагноз қойды деген пікірлерді оқып жатамыз. Бұған не дейсіз? Көп емес, бірақ әрине қоғамда бар ол. Мысалы, сіздің тісіңіз ауырып тұр, и сіздің бір тісіңіз ауырып тұр, бірақ сіз стоматологқа барыңызда, ол ауырмай тұрған тісіңізді жұлып тастады дерлігі. Сіз нормально ауырмай тұрған, білмейсіз ғой, енді анестезия салып тастағаннан кейін білмейсіз. Үйіңізге барасыз, айнаға қарайсыз, что-то мен басқа тісім жұлып тастаған сияқты ғой деп ойлайсыз да, қайтадан барасыз. И сәйкесінше сіз не нәрсені жоғалтасыз? Ең бірінші ақшаңызды жоғалтасыз, уақытыңызды жоғалтасыз, өзіңіздің қаншама нервіңізді жоғалтасыз. Сіз енді бірінші жұлғандағыдай емес, одан больше көп ақша кетеді. Неге? Өйткені сіз анау жұлған тісіңіздің емделген уақытын күтесіз деген сияқты. Оған дейін анау ауырып тұрған тісіңіз одан да ауырып кетуі мүмкін да, дальше больше. Терять ететін, то есть нәрселер өте көп та. Сол сияқты кез келген диагноз болсын, уақытында қойылып, дұрыс қойылып, оған уақытында дұрыс коррекция жасалғаны абзалырақ. Сондықтан бұл жерде, тем более, тіс, ладно, үлкен адамбыз, жарайды. Но бұл жерде баланың өмірі, болашағы тұрғаннан кейін, әр маман өзінің ісіне салғырт қарамай, жауапкершілікпен қараған дұрыс. Сондықтан әр диагноз дұрыс қойылғаны абзал әрине. Керемет, көп рахмет. Жалпы енді осы орайда біз бағанан бер аутизм жайында сөз қозғадық. Енді жалпы баланың сөйлеу қабілеті жайында бірнеше сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы баланың сөйлеу қабілетін дамыту үшін не істеуіміз керек? Сондай-ақ не істеуге болмайды? Сұрағыңыз өте орынды. Себебі қазір сөйлемейтін балалар өте көп болып кетті соңғы уақытта, бәрін түсінгенімен сөйлемейтін балалар болады. Немесе дым түсінбейді, тоже сөйлемейтін балалар бар. Енді екеуінің де патогенезі дейді ғой, шығу тегі екі түрлі болса да, дегенмен де ата-ана не істейді? Ар жаққа тасығанмен үйде де бір нәрсе жасағысы келеді ғой. Ол үшін мен ең бірінші нәрсе айтқым келеді, ол
фоновый шумдарды алып тастау. Фоновый шум дегеніміз не? Телевизор. Біздер көп байқаймын, ата-ана даже тіпті бізде орталыққа келгенде ата-аналарға тапсырма береміз ғой, ол тапсырманы кері байланыс ретінде видео түсіруін қадағалаймыз да, үйде қалай жұмыс жасап жатқанын. Сонда ата-ана мен бала жұмыс жасап жатады столдың үстінде, бірақ почему-то телевизор қосылып тұрады. Ол неге десеңіз, бала уже ол телевизор қосылмай тұрса, не істейді? Оған тревожность береді до того ол балаға миына белгілі бір сигнал келіп тұру керек, есту арқылы белгілі бір сигнал келіп тұру керек. Үйретіп тастаған ғой. Сондықтан ең бірінші алып тастау керек фоновый шумды. Радио, енді қазір ешкім радио тыңдамайды ғой, но дегенмен де вдруг телевизор таңертеңнен кешке дейін қосылып тұрмау керек, оның белгілі бір уақыты болу керек. Тіпті кейде болады, музыка тұрса да жүре берсін, ештеңе етпейді. Жоқ, музыканың өзін алып тастаған дұрысырақ. Оны да белгілі бір уақытпен қою керек. Одан кейін гаджет әлбетте, оны да шектеу керек, белгілі бір уақытпен қою керек. Ол гаджетті бергеннің өзінде оны қадағалап отыру керек, не көріп жатқанын бақылау керек. Қазір деген, білмеймін, ютубты ашсаңыз, мен өзім балаларым бар ғой, кейбір уақыттарда мысалға сәл баланы еркін жіберіп қалдың ба, бітті. Сәл 1-2 сағатқа еркін жібердің ба, бітті дей беріңіз уже. Ол деген, ютуб деген бірінен соң бірін кете береді, рекомендация шыға береді. Тем более детский YouTube кезінде қазір страшный нәрселер өте көп. Туалеттен шығатын бастар, неше түрлі қорқыныштар, білмеймін, адамның психикасына, не то что баланың, үлкен адамның психикасына әсер ететін мультиктер өте көп. Сондықтан строго қарап, ол баланың не көріп жатқанын қадағалап, және уақытын шектеп қойған дұрыс. Одан бөлек, әлбетте, баланың сөйлеу үшін не керек? Живой адам керек. Оған сіз қаншама миллиард тұратын ойыншық алып берсеңіз де, қаншама миллион тұратын педагогикалық коррекцияға жіберсеңіз де, ең бірінші үйге келгенде балаға адам керек, сөйлесу керек. Енді жаңа сөзіңізге тиек еттіңіз ғой, орталық жайында, өзіңіздің. Осы бойынша сұрақ қояйыншы, өзіңіздің орталығыңызда бір ерекше есте қалған кейстар, немесе ерекше балаларға арналған оқиғалар бар ма? Сол оқиғамен бөліссеңіз, бәлкім бір осы бізді көріп отқан бір анаға үміт сыйлармыз. Қазір мен ойыма бар ғой, бір оқиға есіме түсіп тұр. Бірақ екеуіне ұқсамайды бір-біріне дегенмен де. Біріншісі ол есіңізде ма, соңғы бір жаңалықтарда лифтте болған оқиғаны? Аутизм бар бала, бір баланы жаңағындай пышақтап кетті деп, қатты резонанс болған күн еді. Кешкі жаңалықта болды. И бізге орталыққа келетін ата-ана, бізде өзімізде общий чат бар ғой ата-аналармен WhatsApp'та, жазды да. Бәріміз үндемей отырдық негіз өте тревожный күн болды да сол күні. И жаңағы ата-ана жазды. Біз балаларымызды қаншама уақытымызды жұмсап, энергиямызды жұмсап, ақшамызды жұмсап, тасып жүрміз да, анда да, мында да тасып жүрміз ғой. Енді не? Қоғам бізге осылай қарай ма енді дейді да. Сонда не? Біздің финишіміз негізі осы ма деген сұрақ болды. То есть біздің финишіміз, біз баланы қанша тасысақ та осындай бола ма не? Неге? Енді қоғамның барлығы солай ойлап қалатын болды ма бізді деген қатты бір не болды да ол кісіде. Ашуда емес, ол анандай бір қалай айтсам екен, қандай бір сөз қолданатын ішіндегі айғай дейді ғой, бір ішкі айқай ғой, ішкі айқай десек те болады, сондай болды да. Шынымды айтсам, сол моментте бар ғой, мен ештеңе айта алмадым негізі. Бірақ қазір мен айтқым келіп тұр, құрметті СМИ, журналистер, қандай да бір сондай бір нелерді, жаңалықты шығарасыздар ма? Ол жаңалықтың әрбір нәрсесіне дейін зерттеп шығарыңыздаршы өтініш. Мысалға, ол бала, ол қандай бала? Ол аутизмнің айтты отырмын ғой, 500 түрі бар деп ше. Ол аутизм ба, расымен де? Ол бала диагностированный бала ма? Ол бала белгілі бір орталыққа барған ба, жұмыс жасалған ба, онымен коррекция жүргізілген ба? Әлбетте, әлде ол тек қана андай психодиспансердің жаңағы несінде тұрған шизофреник бала ма? Мысалға, шизофрения деген ол да аурудың бір түрі бар да? Сондай бала ма? То есть ол бір аутизм баланы көрсетті да, қаншама аутизм бар балаға ол кесірін тиіп кетті, сол бір жаңалық бар ғой. Мен просто қазір айтқым келіп тұрғаны, аутизм бала ол ешкімге зиянын тигізбейтін бала негізінде.
керісінше оған біреу зиянын тигізбесе, ол ешкімге зиянын тигізбейді. Неге? Өйткені ол балаға сіз қандай бағдарлама миына қондырдыңыз, сол бағдарлама бойынша жүретін бала ғой. Гиперсистематизацияны жақсы көретін бала. Сіз оған ұрлауға болмайды деп үйреттіңіз бе? Ол өлдім ешкімді ұрламайды, ешкімнен ұрламайды. Сіз бір баланы ұруға болмайды деп үйреттіңіз бе? Ол да ешкім ұрмайды, ол өлдім. Сондықтан қазір қоғам өзі дайын болмай жатыр да, и так дайын болмай жатқан қоғамды еще анандай жаңалықтармен шошытудың қажеті жоқ. Мен соны прям түсіндіргім келіп тұр. Ол сол бір оқиға есімде қатты қалыпты да, осыны бір осы жаққа шығарғым келіп тұр. Сол үшін аутизм бар баланың ешкімге ешқандай зияны жоқ екенін айтқым келіп тұр. Екінші бір оқиға, бұл енді аутизмге ешқандай қатысы жоқ, дегенмен де тоже есімде қатты қалып қойыпты. Бала 3-4 жасында келеді бізге, орталыққа коррекцияға келеді. Өз басқа қаладан келеді, олар Ақтау қаласынан. Ол жақ енді қазақи орта болғаннан кейін ата әжесі бар, кәдімгі үлкен отбасынан келген бала ғой. 3-4 жасында келеді. Расқа под вопросом, то есть раз аутистический спектрға под вопросом, синдром дефицита внимания гиперактивности, бала сөйлемейді дейді. Түсінбейді ештеңені деп келеді. Окей, баламен маған келеді ол бала бірінші. Өзім жұмыстанамын ол баламен. Бір апта көреміз, расымен еш нәрсе что-то нетпей тұр. Екінші апта көреміз. Мен чисто случайно қазақша емес, орысша баламен сөйлесіп қалған ғой. Орысша инструкция беріп қалған ғой балаға. Бала кәдімгідей көз оживлять етті ғой. Представляете? Анау мені түсінгендей болып, расымен де түсініп тұр. Как будто былай болады, мен сізге ағылшынша бірінші или сіздің түсінбейтін бір тіліңізде, славян тілінде сөйлеп келе жатам, да, сіз вроде бы на меня смотрите, бірдеңе айтып тұрған сияқты, что от меня требует, не знаю дейсіз ғой, и бір кезде мен қазақша сөйлеп кетем, и сізге ол түсінікті тіл, да, деп түсініп кетесіз. Тура сондай бір момент болды, ол балаға мен қазақша инструкция берем, түсінбейді, бір кезде орысша беріп қалам. Әжептәуір көзінде несі шығып, нұры шығып, жалын ойнап, мені түсініп әжептәуір. Сосын ата-анасына барып сабақтан шыққаннан айтсам, давайте мен орысша жүргізіп көрейін балам. Өйткені балада орыс тілге более икемді екен деп. Ата-анасы басында қарсы болды. Қалай, ертең мен өзім таза қазақша сөйлейтінмін. Мен ертең ол баламен қалай сөйлесем, әкесі де таза қазақша, атасы мен әжесі бар дегенде, бауырлары бар, бәрі қазақша сөйлейді. Соны зерттеп келе, анамнезін алып тексерсек, оказывается, бала, 4-ші бала, ата-енемен тұрғаннан кейін білесіз ғой, келіннің екі иығында қаншама жүк болатын, үйдің тірлігі бар, сырттың тірлігі бар, баланың тірлігі бар дегендей. Ана баланы дүниеге келгеннен кейін 1 жасына дейін бесікке байлап қояды екен, телефонды былай жабыстырып қойған. Телефонды не көреді? Орыс тілді мультиктерді көреді 1 жасына дейін. Емізет, ұйықтап тыныш жатса болды бала әйтеуір, сөйтіп қойып қояды. Бір қызығы негізінде неге ол енді олай болды, қазақша енді одан кейін 1 жасынан кейін қазақша сөйлеп отыр ғой, жан-жағындағы общество. Бірақ сензитивті кезең деген болады да. Именно фонематикалық қабылдаудың сензитивті кезеңі 1 жасқа дейін. 5-6 айлық 1 жасқа дейін. Яғни осы уақыт аралығында сіз баламен ағылшынша сөйлессеңіз, ол ағылшынша сөйлеп кетеді әрмен қарай. Не болмаса сіз онымен басқа тілде сөйлессеңіз, ол сол тілде икемделіп, сол тілде сөйлеп кетеді. Вот көрдіңіз бе? И ол балаға біз орысша сөйледік, ол баламен орыс тілде сабақ өткіздік. Қазір шүкір бізден орталықтан выпускать етіп шығардық. Қазір бұйыртса мектепке барамыз. Мәссаған, өтендей күшті ерекше оқиға екен, Енді осы орайда жаңа бірінші оқиға жайында айта кеттік қой. Сол бойынша сұрақ қойғым келіп жатыр. Енді қараңыз, біздің қоғамда ерекше балаларға қоғамда стигма әлі бар ғой. Оны жою үшін не істеуіміз керек, сіздің пікіріңізше? Ең бірінші адам өзінен бастау керек, екінші дұрыс ақпараттандыру керек деп ойлаймын. Ақпаратты дұрыс жеткізе алу керек. Бізде қазір мемлекеттен инклюзия деп жұмыс жасап жатыр ғой, инклюзия бағыты бойынша ерекше баламен сау баланы бірге бір партада отырғызып білім беру, тьютер қолдану, тьютермен отыру деген сияқты. Дегенмен де әлі жұмыс жасалатын дүние өте көп. Соның бірі ол ақпараттандыру дұрыс болу керек. Жалпы енді жаңа коррекциялық жұмысты да айта кеттіңіз ғой, осы орайда сұрақ қойғым келіп отыр. Ерте араласу, коррекциялық жүйе қанша жасқа дейін нәтиже береді? Жалпы әр нәрсені ерте бастаған дұрыс қой.
сіз қандай ауру болмасын, қандай бұзылыс болмасын, ерте жастан бастаған нәрсе ол өзінің жемісін көрсетеді. Ерте жас қазір негізі бұрындары бір 3-4 жыл бұрын диагностикаға ата-аналар келгенде 5-6 жастағы балаларды алып келетін. Что-то не то на баламе көріп беріңізші деп. Қазір бір қуантарлығы ата-аналар қазір сауатты. Ата-аналар қазір ютубтан болсын, әлеуметтік желілерден ақпараттандырылған. Сондықтан 1 жастан, 1,5 жастан бізге диагностикаға келеді. Өте қуантарлық жағдай ол негізі, себебі баланың ерте жастан диагностика жасалған баламен 5-6 жастағы баланың жұмыс басталуы, әрине оның жеміс беруі екеуі екі түрлі болады. Сондықтан әлбетте әр істің ерте басталғаны дұрыс. Сізді бағана таныстырған кезде Белес абилитациялық орталығының атқарушы директоры дедік. Жалпы осы қызметке қалай келдіңіз? Қазір енді ата-анамен жұмыс істеу, баламен, ерекше баламен жұмыс істеу сізге қиынға соқпай ма? Негізінен бұл Белес абилитациялық орталығының негізін қалаушы ол Халықберген Мадина Төлеутайқызы. Ол кісі сонау Сәтпаев қаласынан ашқан оны. Сәтпаев қаласында 7 жыл бойы жұмыс жасап келе жатыр бұл орталық. Қазір Астана қаласы бойынша 2 жыл болды ашылғанына, ата-аналардың сұранысы бойынша ашылған еді. Қазір 2 жыл бойы Астана қаласында жұмысын атқарып келеді. Бұл салаға мен қалай келдім? Өзім дефектолог маманмын, университет бітірген, дипломированный маманмын. Өзім жан қалауы. Әрине, біз университетте оқып жүрген кезде бір профессор ұстазымыз болған, сол кісі айтатын, дефектологтар ұстаздардың ұстазы деп. Расымен де, себебі сіздер жай ғана нормотипичный балалармен жұмыс жасамайсыңдар, сендер ерекше бұзылысы бар балалармен жұмыс жасағаннан кейін сендерге екесе сабырлық керек, екесе эмоция керек, екесе энергия керек дейтін. Расымен де ол. Себебі біз баламен жұмыс жасаған кезде біз оған тек қана сабақ берумен шектелмеуіміз керекпіз да, біз энергия алмасу керекпіз. Ол тек қана біз баламен энергия алмаспаймыз, біз ата-анамен де энергия алмасып отыруымыз керекпіз постоянно. Себебі бізге ата-ана үмітпен келгеннен кейін әлбетте біз әлі де оқудамыз. Осы жақында ғана 9 айлық үлкен курсты бітірдім. Ол диагностикаға қатысты. Ол дипломнан бөлек, ол қаншама кішігірім 3-4 айлық оқуларды айтпаған кезде, бұл үлкен диагностикалық не болғаннан кейін, курс болғаннан кейін айтып отырмын да. Одан бөлек күнделікті өзіміздің семинарларымыз, конференцияларымыз, осы орайда конференция демекші айтқым келіп тұрғаны, осы бір уақытты пайдалана отыра айтқым келіп тұр. Қараша айында, нақты қай уақыт екен әлі белгісіз, бірақ қараша айында ата-аналарға бағытталған үлкен конференция өткізбекшіміз. Ол жақта тек қана педагог мамандар ғана емес, ол жақта дәрігерлер шақыртпақшымыз. Оның ішінде невропатолог, психиатр, өте қазір актуальды мамандардың бірі психиатр, және генетик маман. Генетик маман не үшін керек? Қазір бір отбасында бір одан да көп ерекше бала бар қазір. Бұрындары бір отбасында бір бала болғанмен, қазір ерекше балалар бір отбасының өзінде бірнешеу. Сондықтан ол ата-аналардың көкелерінде де сұрақтар болады да, мен тағы да бала көтерсем, ол бала да сондай бола ма деген. Сондықтан осындай бір көкелеріндегі сұрақтарды емін-еркін қойып, сұрақтарына татымды жауап ала алатындай жақсы генетик мамандарды шақырмақшымыз. Сондықтан біздің Белестің парақшасына, менің парақшама тіркеліп қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірінші болып естейсіздер. Осы орайда бізді көріп отқан қыз-келіншектер, жаңағы енді ана болатын қыздар, болашақ аналар, қазіргі аналар, сіздерге кеңес. Бізде Айнұр ханымның әлеуметтік желісі және Белес орталығының әлеуметтік желісі бізде экранда көрсетіледі. Сіздер жазылып, Айнұр ханымға сұрақтарыңыз болса, жазсаңыздар болады, Айнұр ханым міндетті түрде жауап береді деген сенімдеміз. Және жалпы бала дамуы бойынша сөйлеу, жаңағы баланың дамуы бойынша сұрақтарыңыз болса, Айнұр ханымға міндетті түрде жазыңыздар. Сіздерге міндетті түрде жауап береді. Жалпы енді бір нәрсе айтып кетейінші осы жерде, кешірім сұраймын. Енді бір Инстаграмды көрген кезде адамдар
қазір көзбен жақсы көреді ғой негізі, иә. Инстаграмы әдемі, күшті жүргізіп жүрген адамдарға больше сенеді де. А Инстаграм енді 1-2 суреті бар, или немесе 1-2 посты бар, адамдарға сенім чуть-чуть азырақ болады да. Негізі олай емес. Нағыз практик мамандар, олар Инстаграм жүргізуге уақыты жоқ бар ғой негізі. Физически уақыты жоқ болады. Я қасына қосымша жаңа мобилограф немесе белгілі бір мамандар алмаса, нағыз менің өзімде сабақ жүргізген кезде параллельно мен видео түсірім керекпін ғой ата-аналарға. Мен штатив қойып қоям болды. Қалай бар солай жібере саламын да. Мен оны монтаждап отыруға уақытым болмайды. Сондықтан ертең менің Инстаграм парақшама кіргенде де ойлауы мүмкін да, мына кісі шынымен де жүргізе ма Инстаграмда деп. Бірақ мен қолға алуға тырысып жатырмын Инстаграм парақшамды. Алдын ала сол үшін кешірім сұрайды. Ертең келген кезде шошып кетпеңіздер деп Инстаграм парақшасында не бар деп. Өйткені мен білемін да, қаншама ата-аналар келеді ғой бізге, белгілі бір маманнан келдік деп ше, мен қазір мынау деп айтпай-ақ қояйын, Инстаграмына қызығып келдім деп ше, әлеуметтік желісіне қызықтым да, жақсы біледі екен деп ойладым да, сол бойынша сабағына келдім, бірақ енді өкінішке орай белгілі бір нәтиже көре алмадық деген ата-аналар болады да, сол үшін айтып жатқаным ғой. Мен де сіздің пікіріңізбен қосыламын, себебі мен өзім журналистика мамандығын оқыдым, бітірдім. Менің ойымша мықты журналистер Инстаграм әлеуметтік парақшаларын жүргізбейді. Себебі оларда уақыт жоқ. Я, сол сияқты мықты маманның әлеуметтік желісі, ол біздің пікір, сіздің пікір, менің пікірімше мықты маманның әлеуметтік желісі кішкене ақсаңдап тұрады. Бірақ қазіргі таңда енді Инстаграм парақшаларымыз, әлеуметтік желілеріміз ол бізде тек қана портфолио ретінде ғой, адамдар кейсін қарайды, портфолиосын қарайды. Енді алдағы уақытта сол жаңағы мықты мамандарымыз осымен жұмыс істейді деген сенімдеміз. Ол енді ештеңе етпес оған. Біздің көрермен жақсы, біздің көрермендер сізге жазады міндетті түрде. Енді осы орайда сұхбатымызды қорытындылап бір соңғы сұрағымды қойып жіберсем. Бір оқиға есіме түсіп отыр. Бір ғұламаға сәбиін арқалап жас ана келген ғой, келіп сұраған, баламды қалай тәрбиелесем болады деп. Сол кезде ғұлама айтқан ғой, бала тәрбиесінде сен кешіктің, баланы құрсақта тәрбиелеу керек деп. Енді осы орайда өзіңізге сұрақ. Енді сіз бала тәрбиесіндегі маман ретінде мамаларға айтар 3 кеңесіңіз. 3 кеңесім, ең бірінші балаға сену. Қандай бұзылыс болса да, анасы баласына сенбесе, ол бұзылыстан былай шығармайды. Қанша коррекцияға апарсаңыз да, қанша миллиардтап жұмсасаңыз да, сіз балаға сене алмасаңыз, сенім болмаса, сен шығасың деген, онда бос кетеді де ол. Сондықтан ең бірінші ол сенім болу керек баласына деген. Екінші, иллюзияда отырмау. Розовый очки киіп алып, иллюзияға кіріп, болды мен балам бәрін бітіреді, бәрін болады деп при этом жұмыс жасамау. Ол иллюзия болады да. Иллюзияға отырмау. Ол екінші. Үшінші, уақыт жоғалтпау. Бірақ кеш қалдым деген болмау керек. Бірақ бағана жоғарыдан бері айтып жатырмыз ғой. Ерте бастаған дұрыс деп. Дегенмен де 6-7 жастан да коррекцияны бастаған балалар, ол балада интеллект дәрежесі нормада болса, интеллекті бар балалар алып кете алады. Сондықтан мен уақытты жоғалттым болды деп крест қоймай, жан-жақтан білікті, білімді мамандар көп қазір. Солардан кеңес алып, коррекциясымен жұмыс жасаған дұрыс. Уақытты жоғалтпау керек. Керемет, көп рахмет. Жалпы бізде қонақта болған, тағы да айта кетейін, Астана қаласының Белес абилитациялық орталығының атқарушы директоры, 10 жылдық тәжірибесі бар мықты дефектолог маман, және де сүйікті де сүйкімді бізде 4 баланың анасы Айнұр Ерікқызы. Сіздерге осы бүгінгі подкастымыз, сұхбатымыз пайдалы болды деген сенімдеміз. Айнұр ханым, сізге көп рахмет біздің сұхбатқа келгеніңізге. Алдағы уақытта жұмысыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Бағындырар белестеріңіз көп болсын, жұмыстарыңыз әрқашан оңнан болсын. Бізде қазақ қоғамында дені сау, мықты ұрпақтарымыз өте көп болсын, және біздің көрермендерге егер біздің подкаст сұхбат ұнаса, астына пікір қалдырып, лайк басып, біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Шырағың сөнбесін YouTube арнасы және оның жүргізушісі Саяжан Құлайберген. Бүгін бізде тағы да қонақта болған Айнұр Ерікқызы. Рахмет үлкен. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.